Қарапайым ғана минусты белінен бір сызсаң, плюс болып шыға келеді. Өмірдегі минустарды өздеріне плюс қылып, әзілдің артынан зілді ой қалдыратын Жайдарманның үздік әзілдері эфирде. Кеш жарық бүгінгінің үздіктері мен кешегінің жұлдыздарын бірге тамашалайық. Қалайсыңдар? Жөнделіп амандассы? Саламатсыздар. Сәлем десуімді бастайтын болсам, руымды айтсам Төлеңкіт, фамилиям Базарбаев Қуатжан. Сәлем бердім Астананың халқына. Мыналар кімдер деп тұрған шығарсыздар? Бұлар Арыстағы ең нәзік, ең әдемі киімдер бар жігіттер мыналар. Бауырым, жаңа конгресс холға асық келе жатсам, жолда Салтанат сарай деген үлкен ғимарат көрдім. Қой, Арысқа хабарласайшы. Алло, Салтанат, ауылдағы мал қоран бітірмей жат, немнеге Астанадан сарай соғып алғасыңдар? Бүгінгі біздің қонағымыз Жайдарманның алғашқы қарлығашы, тек қана Қазақстан емес, Ресейдің өзін мойындатқан Мистер КВН 2010, 2006 жылғы жоғары лига чемпионы. Бір сөзбен айтқанда, тойдағы апалардың сүйіктісі Тұрсынбек Қабатов. Қош келіпсіз аға. Рахмет. КВН-ге қалай келдіңіз? Басыңызда өткен қызықты оқиға, бос уақытыңызда немен айналысасыз деген сұрақтар қоймайым. Ондай сұрақтардан жалыққан шығарсыз. Әрине. Енді барлық жерде КВН-ға қалай келдіңіз, қалай кеттіңіз, неге кеттіңіз деген сұрақ. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Рахмет. Жалпы енді соңғы кезде байқап жүрмін, сізде той көп пе, концерт көп пе? Аллаға шүкір, екеуі де көп енді. Қазір екеуі де көп, концерті де көп, той домалағы да көп. Жалпы мен өзім одан ешқандай арланбаймын. Біреулер жаңағы тойға шықпаймын, өйтпеймін десе, ода тұрған не бар? Халықтың алдында өнер көрсетіп жүргенге оның ешқандай айыбы жоқ. Кезінде КВН-да жүрген кезде армандағанымыз осы ғой. Барлығының арманы осы, жалпы. Өзіміз енді КВН-ға алғашқы келгенімізде Астана қаласында бір өз санаулы 3-4 команда болатынбыз, бір-бірімізбен ойнап жүретінбіз. Енді біз енді Аграрка сарбаздары, Сәкен Сейфуллин атындағы Аграрка гусарлары болып жүрді. Мен келгенде басқарып жүрген Нұржан Бейсенов, Ерлан Дакенов деген жігіттер біздің команданы басқарып жүрді. Сосын маған айтты, Тұрсынбек, сен жетекші болып Аграрка сарбаздары гусарларына келесің бе? Аграрка гусарларына. Содан кейін Аграрка гусарлары болып алдық. Содан кейін Аграрка гусарлар деген біртүрлі болды. Сосын Аграрка сарбаздар деп қойса қалай болады деп ұсыныс тастап, команданың атын Аграрка сарбаздары көк костюмді жаңағы өзіміздің көк туымыздың оюымен бүйтіп тұрып жаңағы өзгерттік. Құрамада енді ішінен қарап отырып Дәулетбек Мағамбетов, Ержан Жұмағазин, Бақытжан Бейбаев, Баянды Сахария. Астанада ойнай береміз, Алматыда бір лига бар екен. Ол кезде жаңағы Алматай апай марқұм сол кісі басқарып бір сол лигаға барып ойнайық. Астана болып жатырмыз. Ана жақта Алматыда енді өнер ордасында Астананың командасы жоқ болған, біртүрлі шығарып барып ойнап көрейік деп. Әзілдер деген ол кезде енді ой шіркін жазатынбыз, түнімен дайындалатынбыз. Ана ФОП дегеніміз бар аграрный университетте. Соның ішінде қонамыз, соның ішінде жатамыз. Сол кәдімгі біреу айтатын еді ғой, екінші үйіміз деп. Жоқ, ол біздің бірінші үйіміз болып кетті да. Өз үйіміз екінші үй болып кетті. Ол кезде Астанада үйлеріңіз жоқ па? Ол кезде үй жоқ қой. Сол үйіміз болды, күйіміз болды, жайымыз болды. Сол жерде біз КВН дайындаймыз, сол жерде ұйықтаймыз. Сол бәлкім сондай дайындықтың арқасы шығар деп ойлаймын. Сол кезде Алматыдан келесі айналым өттік, ректорға келіп, аға біз келесі турға өттік деп келдік. Ой деп қуанып қалып, одан келесі тұрғанда, аға біз финалға шықтық деп келдік. Финалда сол жылы екінші орын алдық. Ойбай, андай команданың ішінде бірінші рет қатысып тұрғаннан кейін екінші орын алу деген енді ол кәдімгідей бізге жетістік болды. Сөйтіп бастап кеттік КВН-ді. Олай болса сол кездегі Аграрканың ойындарынан куә болсақ. Жақсы. Ал енді бізде жарнама. Кеш жарық, құрметті достар, бүгін біз сіздерге тамаша реклама. Қарап тұрсаңыздар, қарапайым орындыққа сіздер мысалы отырсаңыздар, мысалы бүйтіп құлап кетуіңіз мүмкін сіздер. Көрдіңіздер ме? Қарапайым орындыққа, бірақ орындықлай сіздерге ұсынады, орындықлай сіздерге мысалы былай отырғады. Көрдіңіздер ме? Тамаша. Мысалы қарапайым, мысалы сіздер қарап тұрсаңыздар, орындыққа қарап тұрсаңыздар, мысалы қарап тұрсаңыздар,
телевиз былай қарап тұрсаңыздар, телевиз былай тұратын болса, бүйтіп қарап отырасыздар. Көрдіңіздер ме? Олыңды қылайсызбен, бірақ сіздер орынды былай бұрып қойып, былай қарауға болады. Көріп тұрсыздар ма? Қандай тамаша. Бірақ қараңыздар. Мысалы орындықпен сіздер тамақ ішетін болсаңыздар, телевиз қарап отырып, аяғыңыз тайып кетсе, қолыңыздан шығып кетеді, құлап кетеді. Орындық былай сіздерге ұсынатын, сіздерге жерге отырып алып былай тамақ ішсеңіздер, қандай керемет. Орындық былай, қандай тамаша. Көріп тұрсыздар ма? Егер сіздер ұйықтайтын болсаңыздар, мысалы ұйықтай алмайсыз, қолыңыз тайып кетуі мүмкін. Былай құлап кетем ба деп ойлайсыз. Бірақ қараңыздар, былай құлап кетеді. Орынды құлайды сіздерге ұсынатын тамаша өздерінің хит бар. Міне көрдіңіздер ме? Былай жатуға болады. Көрдіңіздер ме? Қандай тамаша. Орынды құлайды сіздерге ұсынатыны соншалық. Және де сіздер егер және де орынды құлайды ұсынатын сіздер бала шағаңыз отырысып қоятын болсаңыздар, құлап кете ме деп қорқасыздар. Орынды құлайсызда отырысып қойып былайынан шайқауға болады балаңызды. Көрдіңіздер ме? Егер үйге қонақ келетін болса, мына орынды қай жерге қоям деп ойлайсыздар. Орынды құлайсызда көрдіңіздер ме? Былай қойып қойсаңыздар шипалердің үстіне. Қандай тамаша. Орынды құлайсыз. Қандай орынды қалмайды. Сіздермен бірге әрине бүгінгі кеште орынды құлайсыз. Ой, рахмет. Қалай? Енді жастық шақты бір еске алып, енді шынымды айтсам бұл КВНнің бұл өзім көрмеппін, өзімде жоқ. Ана қазір YouTube дегенде бар ғой, бір кейбір біздің ойындарымыз бар. Бір-екі ғана ойын бар. Енді біз кезінде енді қазіргі диск емес, кассетаға жазылған кезде ойнағанбыз ғой. Бәлкім кассетаны сол дискіге аударып, дискіден қайта неге қиындау түсіп жатқан шығар. Бірақ қойғандарыңызға, еске түсіргендеріңізге рахмет. Сіз тек қана Қазақстанда емес, жаңа Ресейдің сахнасында да 10 жылдан көп уақыт Қазақстан құрамасының сапында ойнадыңыз. Көпшілік салыстырып жатады. Қазақша КВН мен орысша КВН мықты, бізге неге дамымай жатыр? Жалпы сол салыстыру дұрыс па? Қалай ойлайсыз? Екеуінің көп сұрап жатады көпшілігі. Екі КВНнің жалпы айырмашылығы не деп? Орысша ойнайсың, қазақша ойнайсың ғой. Жалпы енді одан басқа қалай? Екеуінің айырмашылығы аспан мен жердей. Өйткені қазақша ойнау қиындау. Біздің қазақша әзілдерді көбіне астармен айтамыз да, біз астармен, бізде қазақ әзілдерінде, біз қазақ әзілдерінің жаңағыдай бөлек жеткізу халыққа. Өйткені көрерменнің өзі сондай бірдеңе күтіп отырады да бізде. Ал Ресей сахнасындағы әзілдерде, мысалы, 4 тақырып қой, 3-4 тақырып, біреу теща, біреу жаңағы арақ, біреу жаңағы біз жаңағы Ресейде жүрген басқа ұлттылардың жаңағы солардың Ресейде жүргендегісі, сосын тағы біреуі жаңағы әйтеуір 2 елдің, 3 елдің, 4 елдің президенттерін ғана көрсету сондай. Ал бізде қазақта жаңағыдай теща деген бізде жоқ ондай. Біз қазір соңғы кезде арақ туралы, темекі туралы нәрселерді көп айтпауға тырысамыз да. Өйткені жастар не бейім болмасын. Бәлкім біздің көрерменнің, біздің халықтың талғамы жоғары ғой, талғам биік та. Өйткені біз оны екі нәрсенің бірін сахнаға алып шыға алмайсың айтып. Ресейде бүйтеді екен, Ресей сахнасы сөйтеді екен десек, біз енді оларға жете алмаймыз деп айтпаймын. Біз жалпы бөлек халықпыз ғой. Тәжірибеде кездесті ма қазақ тіліндегі жаңағы қазақша әзілдерді Ресейге барып орысша аударып ойнаған кездеріңіз? Кездестім. Мен айтайын, біз мына аграр сарбаздар болып жүрген кезде, мына біз КВНді, орысша КВНді, қазақша әзілді орысшаға аудару тез. Мағынасы да өзгермейді, орыстар да түсінеді, қазағы да түсініп жатады да, зал отырған. Ал орысша әзілді қазақшаға аударсаң бірден білініп тұрады. Ол біздікі емес екен. Бөтен қой сұрған секілді ана нелердің арасында бөтен секілді көрініп тұрады. Бірден мына КВНда жүрген жалпы әзіл түсінетін болсын, сөз түсінетін адам бірден біліп қояды. Мынау біздің әзіл емес секілді. Өйткені басқаша бағытта да. Ал менің ойнап жүрген рөлдерімнің 80% сол кездегі біздің аграр сарбаздарының әзілдері болатын. Соны біз барып орысша аударсамыз, ол жақта да сондай күлкі болатын. Ал ол жақтан әкеліп, бір арасында енді ұрлап әкеліп, мына жаққа бір қосып жіберейін десең, болмайды да, бір қояды халық. Олай болса сол кезінде орысшаға аударылмай қалған сіздің мынау Бахай тобының әніне жасалған кавер нұсқаңызды соған көз жүгіртейік. Баршаңызға белгілі топ Бақай Астана қаласында өз машиналарымен жүріп, машиналарын соғып алыпты. Светофордың қасында екі машина түйісті, жігіт ашу мінезді атып шығып сөйледі, бірін сүйреді, алыс келсе күтеді. Светофордың қасында жігіт күтті гайды, гай келеді күлімдеп, аппақ жүзі үлбіреп, гай шофырды құшақтап, кінәлісің бүгін деп. Осылайша гай келді, гай артынан гай келді, күлімдеумен ойнаумен қанша мықты гай келді. Бір уақытта сол
жігіт ақша берден тезеді тезетпесең бауырым кеш болады кешеді күтпегендей ол шопыр ақша берем демеді асығасын сен неге себебі себебі сосын шопыр жылап тұр мен баланың әкесі менде бір жалбыраған 500 теңге бар деді күтем сені үйде праваңды сен тастап кет жалбыраған ақшаны сен өзіңмен алып кет тағдыр қатты қинады менде үміт қалмады не істеймін де сол жұртқа қатты өкініп жылады светофордың қасына қайта барады светофорға күнде машина суретін салады Сондай алып кетті машинамды онымен қоса тек басып правамды бұл өмірде жаяу мені қалдырып қатал тағдыр қатты мені қинады кім кінәлі тағдыр ма әлде өмір ме кім кінәлі анау ма әлде өзім бе іздемеймін мен кінәлі біреуден мүмкін кінәлінің бәрі өзімнен светофорда шофырлар кешікпеңдер поворотник жағып қойса өшірмеңдер өмірдегі ең жаман соғу екен менің көрген авариямды көрмеңдер кішкене болса да жаңағы әлеуметтік бір жаңағы проблемалық мәселені қозғалған әзіл ғой енді ән ретінде жеткізіп сәлде болса енді мен саған айтайын маған жалпы енді ол кезде біз кішкене проблема қозғайық ау деген ондай ой болған жоқ ол кезде жаспыз ғой ержан бізде жаңағыдай жалпы мультик деп кеттік қой енді ержан жаңағыдай әнге сөз жазу жаңағы бір әнді ауыстырып басқаша қыла салу деген жаңағы светофордың қасында маған алып келді бірінші Дәулет бар, Ержан бар, екеуі жаңа тоқа дейтін ғой енді бәрі маған тоқа дейтін КВНштердің барлығы тоқа мынандай бір әзілі бар күріш просто әнді просто аудардық та мынандай жаңағы бақайдың ана аққайының қасында қыз бен жігіт дегенде біз просто бүйтіп келдірдік светофордың қасында екі машина түйісті деп жаңағыдай деп тыңдап отырмын да мен шынымды айтсам ол кезде ол әнді тыңдамаппын да ол әнді естімеппін мен енді жаңадан естіп отырған кез ғой сосын біз ол әнді шығару ол әзіл шығару үшін біз 2-3 ойын жібердік та 2-3 ойын жібердік жаңағыдай барлығы танылсын былайын бірінші деп бәріне танылсын сосын оларға шырылдап жүрді Дәулет бар жаңағы кім Ержандар бұл ертең біреулер шығарып қояды деп жаңағы біз тезірек шығарып жіберейік тез шығарып жіберейік ол КВНнің бір несі сол егер уақытында бір нәрсені уақытында шығарып жібермесең артынша немесе ол тақырып ескі болып қалады немесе біреу шығарып қояды намыстанасың ғой иә біреу шығарып қойса ой деп шығамыз даже тіпті кішкене бір-екі ән сөзін айтып жіберсе де уже болды да өйткені оны шығару керек жоқ ары қарай өйткені плагиат болып есептеледі КВН сөйтіп жүрген кезде Шымкентке баратын болдық Шымкентке бір ойынға бардық өзіміздің жігіттер деген командамыз бар жігіттердің 5 жылдан барған кезімізде сол әнді алып бардық қой сол кезде бақайдағы жаңағы жігіттердің өздері отыр залда шығып алып жаңағы аққайының қасында екі жаңағы бірдеңе жаңағы светофордың қасында бір машина түйісті ашық мінез мен өзім әзілге сеніп тұрған жоқпын да өйткені бұларға сенгенмін ғой мен сосын бір кезде зал шулап шапара қылып отырған кезде мен одан сайын жігерленіп шыққаннан кейін айтамын да мынау деген бір керемет әзіл ғой содан кейін барып уже арамызда ойынның арасында осындай бір әндер қосып қоятын болдық енді жалпы жайдарманның берері не бізде мынау ғана осы сол көп жұмыс істетпей жатыр да бізде мысалы үшін жастар жайдарман осы ойын ойнап жатыр соны біреулер айтады жеңіл не ойнап жатыр ал көшеде темекі тартып арақ ішіп отырған немесе жаңағы дискотекада түнгі клубта түнімен жүрген жастарға ешкім ештеңе айтпайды да олардікі дұрыс секілді ал сахнаға бейімделген халықтың алдына шығып бұл жалпы осы жайдарман ойыны жалпы КВН ойыны көптеген осы қазіргі мына өте жақсы орындарда отырған азаматтардың көбі кезінде студент кездерінде осы КВН ойнаған менің әке-шешем менің осы сахнада жүргеніме қуанады да менің анам әсіресе кәдімгідей қуанады мен сахнада жүргеніме көрермен болып отырған кезде әр ата ана сол да баласы ойнап отырған кезде өз жайдарман ойын сондай бір әзіл айтып қалады да кішкене тек бір-екі ауыз сөз айтып қалған кішкене каналдар жылт ете қалатындар бар жоқ жылт етпей алдында тұрып алатындар бар сөйлеп жаңағы біз сияқты кезінде КВНді ішінде жаңағы бастап жүретіндер әр ата ананың арманы ғой баласын экраннан баласын жақсы жерден көру баласын жаңағыдай біреулер айтып қалса қуанып қалады кәдімгідей сондықтан да бұл өзінің жастық шақтағы уақытындағы әдемі ойынды бұл жастық шақ керемет жас шақ мен сондықтан да өзім осы КВН ойнағаныма
өкінбеймін. Бұл менің кәдімгі өмірімнің әдемі баспалдағы болды. Қазір мына театрға кеттік. Менің кәдімгі мектебімді. Сондықтан да қазіргі осы жайдарман ойнап жүрген жас жігіттер, жас қыздарға мен айтар едім, ешқандай жаңағыдай сөз тыңдамай алға қарай баса беру керек. Алға қарай баса беру керек. Тәжікстан комментаторы. Міне құрметті достар, көріп тұрсыздар, Тәжікстан міне қазір бастайын деп жатыр. Біздікілер кетті бастады. Міне біздің қызымыз үшінші, екінші, өкінішке орай 32-ші. Жалпы осы жайдарманда өнерде болсын жетістікке жетудің құпиясы неде? Мұхтар Шаханов ағамыздың бір әдемі сөзі бар. Діт деген жеріңе жетем дегенше балағыңның шанын қаға беретін болсаң, уақытында жетпейсің деген екен де. Сондықтан да ештеңеге қарамай жүре беру керек екен де. Ештеңеге қарамай. Жақсы жаңағыдай сын пікір айтса, соны өзіңе түйіп алып, ары қарай жүру керек. Сонымен бір зарядталып алып жүру керек те. Ал егер біреу мына болмайды сен істеп жатырған, болмайды дегенге басыла берсең, жетпейсің. Жаңағы айтып тұрғаны балағың шанын қаға берсең деген, ол жаңа ананың сөзі, мынаның сөзін тыңдай берсең, өзіңнің мақсатыңа жетпейсің де. Қазір әр нәрсе солай. Ол жалғыз өнерде емес, жалпы басқа бизнесмендер де солай. Жаңа магазин ашып жатқан адам да солай. Дүкен ашсын, тағы бір жерден тағы бірдеңе ашсын. Қазір қалада, қай қалада болса да көп те. Егер мына жерден дүкенді неге ашып жатсың? Адам жоқ қой мына жерде. Сен бәрі ол жерден табарың өтпейді десе, ол дүкен жабылып қалады да. Кейбіреулер бар, айдаладан ресторан ашып қояды, немесе айдаладан дүкен ашып қояды, бірақ халық соның ішіндегі затын алу үшін барады да, өйткені ол ішінде сататын нәрсені біліп тұр да, не сату керек екенін. Өзің ойың тұр ма? Соған қарай жүру үшін ешқайда қарамау керек. Конкуренция болады. Конкуренция қазір дамып жатырған заман. Сондықтан да біреу бірдеңе десе, қарамау керек. Бізден жоғарыларға олар біз туралы әңгіме де қылмайды. Ал бізден төмен, бізге жеткісі келіп жүрген, немесе бізбен кезінде жоғарыда тұрып түсіп қалғандар, бізге жете алмай қалса, олардың әңгімесі сондай да. Ел аузына қақпақ бола алмайсың. Ел аузына қақпақ бола алмайсың деген. Оның барлығын айтатын сол өнердің айналасында, немесе журналистика айналасында жүрген адамдардың сөзі. Өзің ал кәдімгі қарапайым халық, сенің көрерменің, сен тыңдарманың ондай сөздер айтпайды. Ол кісілер өздері телевизорын жұмыстан келіп қосады, жайдарман болып жатсын, базар жоқ болып жатсын, тағы да біреу ән айтып жатсын, тағы бір бағдарлама болып жатсын, қазақша бағдарлама болса, көріп отырады да, шайын ішіп болады, ұйықтайды, таңертең жұмысына кетеді. Ол кісілерге артық әңгімеге уақыт жоқ. Осындай адамдар қазір көп. Ал кейбір кісілер бар, жұмыс жоқ, Твиттер бар, қазір интернет бар, анаған бар, анау вообще негізі дұрыс емес, мынаның түсірген киносы быт шыт, ананың әні вообще не ән, мынанікі не бірдеңе деп отырып алып жүр. Сонымен уақыты өтіп жатыр. Мен сондайларға қарным ашады, уақытын тек босқа өткізіп жатыр. А мен шынымды айтсам, интернетте отырмаймын, интернет жүйесін қарамаймын, керек нәрселерді өзім Google'дан тағы бірдеңеден іздеп қарап аламын. Жалпы енді ал басқалай менің атымда 7-8-і жүр, ішінде мен өзім жоқпын. Көрермендер болса айтып қояйын деген, менімен хабарласып жүрмін деген риза болып жүрсе, мен біреуінде де жоқпын. Менің атымнан ашып қойғандар көп. Сондықтан да қазіргі уақытта қай салада жүрген адам болсын, қай салада жүрген адам болсын, тек елдің осы өркендеуіне, алға басуына қарай жұмыс істеу керек. Енді бір-бірімізге көтеріп, бір-бірімізді алға қарай сүйрейтін уақыт келген секілді. Ол мейлі жайдарман болсын, мейлі өнер болсын, мейлі өнер жолында емес, тіпті еңбек жолында жүрген, қазіргі мына басқа салада жүрген қазақтар болсын, барлығын айтарым. Жалпы бір-бірімізге уже күндемей, сөйлемей, керісінше істей беріңдер, істеңдер, жетесіңдер, давай, алға дейтін уақыт болған секілді деп ойлаймын. Үлкен рахмет сізге, аға. Біз үздік әзілдерді ары қарай жалғастырамыз. Негізі мынау опера орындайтын әншілер қазақша айтып жатыр ма, орысша айтып жатыр ма, ағылшынша айтып жатыр ма түсінбейміз. Бірақ негізі ән қазақша, тыңдаңыздар. Кезінде 30 күн ойын, 40 күн тойын жасаған қазақ қызықтың бәрі таусылғанша тойдан тарқамайды екен. Өкінішке орай уақыт санаған 21 ғасырдың бізге берген 20 минуты қас қағымда өте шықты. Осы жерден қоштасайық, араға апта салып кездескенше.